Саламатсың ба, құрметті балалар? Бізде қазақ тіл сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? Бүгінгі сабақтан білетінің, тыңдалған ақпараттың мазмұнын түсінесің. Мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап бересің. У, И, Ый әріптерінің емлесін сақтап жазуды үйренесің. Балалар, бүгінгі сабағымызда тарау бойынша алған білімімізді тағы да бір пысықтап өтейікші. Тізбек ойынын ойнап жіберейік. Мен бір сөз айтамын, сен берілген сөздің соңғы дыбысынан басталатын жаңа бір сөз тауып айту. Ай, Ый дыбысынан аяқталды, я? Жазылуда әріп болады, естілуде дыбыс болады. Йогурт. Яғни Т дыбысынан бастаймыз. Тау. Енді У дыбысынан бастаймыз. Уық. Қ дыбысынан аяқталды. Қыдан кәні. Қоңыр. Р дыбысынан аяқталды. Радио. Одан аяқталды. Орман. Ныдан аяқталды. Нан. Тағы да Ны дыбысынан аяқталды. Намыс. С дыбысынан аяқталды. Яғни ары қарай ойынды жалғастыра береміз. Балалар, 35-ші беттегі оқулықташамыз. 35-ші бет. Мәтінді тыңда. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап береміз, сондықтан мәтінді мұқият тыңдаймыз. Бүгін күн жексенбі. Мерей теледидардан жануарлар әлемі хабарын тамашалап отыр. Ол хабар барысында қойылатын сұрақты тағатсыздана күтуде. Сұрақты тыңдап болысымен кітап сөресіне қарай жүгірді. Анықтамалықтан ағаю сөзін іздей бастады. Міне, іздеген ақпаратты да табылды. Бір оқып шығып, тез-тез телефон тетіктерін басты. Мерейдің жауабы дұрыс болып шықты. Ол жұмсақ ойыншыққа ие болды. Балалар, енді осы мәтін бойынша мына сұрақтарға жауап берейікші. Мерей теледидардан қандай хабар көрді? Ол сұрақтың жауабын қайдан тапты? Аю сөзінде қанша дыбыс, қанша әріп бар екен? Кәні анықтайық. Дұрыс, балалар. Мерей теледидардан жануарлар әлемі хабарын тамашалады. Ол сұрақтың жауабын сөредегі анықтамалықтан тапты. Аю сөзінде 3 дыбыс, 2 әріп бар. Балалар, дыбыс дегеніміз не, әріп дегеніміз не, есімізге түсірейік. Дұрыс айтасындар, дыбысты айтамыз, естиміз, әріпті жазамыз, көреміз. Яғни біз бұл жерден 2 әріп көріп тұрмыз. Ал ю әріпі естілгенде 2 дыбыс естіледі. Ый және ю. Яғни біз ю әріпін қосарлы дауысты дыбыс дейміз. Балалар, мына сызба бойынша жүргізуші мен Мерейдің сөйлеу әрекетін қай түрін қолданғанын таптық. Яғни екеуінің ортасында сөйлеу әрекеті болды. Бетпе-бет сөйлесе алды ма? Жоқ, ауыз екі, я? Және жүргізуші айтты, Мерей оны тыңдады. Яғни ауызша сөйлеу әрекеті болды. Оқулықтың 39-ші бетіндегі 38-ші беттегі 5-ші жаттығуға қараймыз. Қайсысы артық? Тапқан сөзіңнің неліктен артық екенін айтамыз.
яғни оқысақ, қызыл таңба түспен белгіленсе, яғни біз бұл қатардан дауыссыз уды іздейміз. Бұл қатардан дауысты уды іздейміз. Үшінші бағаннан и әріпін іздейміз. Ал төртінші бағаннан ы әріпін іздейміз. Шуда у бұл жерде дауыссыз. Дұрыс. Елу у бұл жерде де дауыссыз. Уық. Уық. Уық сөзі дегі у дыбысы бұл жерде дауысты. Сурет. У дыбысы дауысты болып тұр. Балалар, кешіріңіз, тағы мен сәл жаңылып кеттім. Уық. Бұл у дыбысы бұл жерде дауыссыз. Яғни басқа сөздердегі шуда, елу, сурет сөздерінде у дыбысы дауысты, уық сөзінде ғана дауыссыз болып тұр екен. Тәулік. У дауыссыз. Дұрыс. Уақыт дауыссыз у. Қоңырау у дыбысы дауыссыз. Сусын дауысты, яғни артық сөз сусын болып тұр екен. Үшінші қатардағы айтқанда қай сөз бізде? Сыйлық. Неге артық болып тұр бұл жерде? Себебі бұл жерде и емес, ғи дыбысы жазылып тұр. Ал төртінші бағаннан біз әйнек. Дұрыс. Ит сөзі ғана бізде артық болып тұрған екен. Енді бізде қандай сөздер артық болды? Уық, сусын, сыйлық, ит сөздеріне сөйлем құрайық. Жетінші жаттығу. Сөздерді тиісті сезім мүшелерімен сәйкестендіреміз. Күнде жуып жүр. Яғни қай сөзбен сәйкестенеді? Қай суретпен? Күнде жуып жүр. Дұрыс айтасыңдар. Тіс. Иіс сезу мүшесі. Мұрын. Көру мүшесі. Көз. Үшкір нәрсемен шұқыма. Құлақ. Балалар, осы енді тапсырма сендерге. Суреттегі дене мүшелерінің бірімен сөйлем құрастырып жазайықшы ғана. Мысалға, көзге құрастырған балалар. Көз, көру мүшесі. Міне осылай өздерін ұнаған мүшеге қатысты сөйлем құрап жазамыз. Көз көру мүшесі. Құлағыңды үшкір нәрсемен шұқыма. Тісіңді күнде жуып жүр. Мұрын, иіс сезу мүшесі. Мен тісімді күнде жуамын. Балалар, сабақтың соңы өзіме қат әдісімен стикерге мен білдім, мен түсіндім. Бүгінгі сабақта не білгендеріңді, не түсінгендеріңді өздеріңе жазып ала қойыңдар. Үйде өтілген тақырыптар бойынша қайталап, дыбыстардың, қосарлы дыбыстарды, и, у, ый дыбыстарының жазылуын естеріңде сақтап, бірнеше мысалдар келтіріп жазуларыңа болады. Сау болыңдар балалар.